Ассаламу-алейкум. Бүгін сендерге мындай лампочка егер істен шыққан болса, жанбайтын болса, қалай жөндеу керек, жолын көрсетейін. Лампочканы аламыз да, сіздегі лампочка бұрап ашамыз. Сосын сарылардың ішінен қарайған құттай точка табамыз. Мысалы бізде мына жерде мынау. Осыны пышақпен қырып аламыз. Қазір ары қарата қалай не істеу керек екенін көрсетемін. Егер үйде паяльниктерің болса, аламыз да осылай ертеміз. Сосын мен ашып тастаған жер осыны осыған бүйтіп жабыстырамыз. Контакт береді. Сізде манағы точка болып тұрған жер, ол диодтың күйген жері. Сол себептен екі диодтың күйген жерінен контакт жоғалтса, ары қарата жүрмейді уже параллельно. Сол үшін сол себепті өйстіп бір-біріне контакт береміз. Сендер паяльник болмаса, кәдімгі үйдегі жаңа нелер бар ғой, фольга. Фольгамен қалай жасау керек екенін көрсетемін. Фольганы аласыздар да бетіне жабыстырып тастайсыз. Бұда контакт беріп тұрады фольга. Қазір мына лампочканың жұмыс жасап тұрғанын көрсетемін сіздерге. Бұл жаңа біздің істен шыққан лампочка. Өзіңіз көргендей пайпленген жері жарық көреміз. Лампочканы жасап тұр. Бошта қоқысқа тастағаннан осындай сәл-пәл лайфхактарды қолданып өзіңіздің лампочкаңыздың өмірін ұзартуға болады. Қазір сіздерге фольгамен қалай жасау керек екенін көрсетемін. Екіншісі, енді жаңа келген қара точка қырып алып тастадым уже. Осыны аласыздар да мынандай құрттай фольганы жыртып аласыз, кішкентай қылып. Орайсыз құрттай жарайды осы. Бетіне жабыстырып тастайсыз. Скотчпен, кез келген жабысатын нәрсемен. Бірақ байқаңыздар, мына қапталындағы жанында корпусына тиіп кетпесін. Замыкание болады. Осылай бетіне изолент басып қоясыз, дұрыстап контакт тиетін қылып. Немесе үйіңізде суперклей болса, сол суперклейді бетіне құйып, жаңа фольганы салып қойсаңыз болады. Енді қазір сіздерге бұны қалай жанып тұрғанын көрсетемін. Мына алғашқы пайкілеген лампочкамыз, мына изоленттен лампочкамды көрсетемін. Жақ. Өшір. Изоленттен лампочкамыз жанып тұр. Лайфхак ұнаса сіздерден лүпіл және қолдау күтемін. Осылай біз лампочканы 500-600 теңге сатып алмай, екі лампочка істен шыққан еді, соны жөндеп салдық.